ақын Мұзафар Әлімбаевтың естелігінен. 1972 жылы күзде Мұхтар Әуезовтің туғанына 75 жыл толуына арналған салтанатты мәжіліс Мәскеуде өтті. Соған ұшақпен сапарға шықтық. Ұшақ ішінде Ләйла Мұхтарқызы, Тұманбай Молдағалиев үшеуміздің орындарымыз қатар болып шықты. Мәскеуге жеткенше Ләйламен әңгімелесіп бардым. Мұхаң жайынан көп нәрсе сұрадым. Мәселен, Леонид Сергеевич Соболевтың әйелі дәрігер екен ғой. Сол кісі Мұхтар Омарханұлын операцияға асықтырып, пышаққа киліктірмегенде әлі де 4-5 жыл жасай тұратын еді-ау депті. Осы рас па? Деп сұрадым қарындасымыздан. Ләйла ауыр күрсініп, басын шайқады да. Жоқ, 6 сағатқа созылған операцияға өзі қатысқан хирургпен сөйлестім. Сол маманның айтуынша, папамның іш құрылысынан рак кеселінің кесіріне ұшырамағаны жоқ десе болғанда екен. Асқазан, бауыр, бүйрек, өкпе, тағысын тағы. Оны айтасыз, әсте жүректің ұшына қарай шаба бастапты. Ондай дерт ұзаққа жібере ме? Деп бауырымыз қол орамалын көзіне басты. Тоталитаризм заманында тосындықтар мен тұтқиылдықтар, құпия қысастықтар аз болмағанын қазіргілер аз айтпайды. Қаныш Сәтбаев өлімі. Классик, академик, қаламгер Мұхтар Әуезов ажалы. Пәлендей деп кінә арқалаудың анық орайы болмаған соң, мұны сөз етудің де өзі артығырақ шығар бәлкім. Алайда замандастарымыз екі бірдей арысымыздың Мәскеу ауруханаларынан мырыш табытпен оралуына осы қалай болған? Араға 3 жыл түспей жатып-ақ, екі бірдей қазаның қатарлас қапталдасуында не байланыс бар деп күмілжейді. Ақтаңдақтарды ашу алдағы жылдардың, замандар мен ғасырлардың сыбағасы болуы ықтимал деп, бұл жөніндегі пікірімізді де үзе тұралық. Ендігі әңгіме Мұхаңның сонау сойқанды жылдардың қызыл көздері қыздыра, құтырта өткізетін идеологиялық жиналыстарында оң қолын қалтасынан алмай сөйлейтін әдеті жайында. Осының сырын ұшақ ішінде сапарлас Ләйла Мұратқызынан сұрап білдім. Папам қатер төніп басына қара күн орнағандай күндерде шарасыздан көп алдында сөйлей қалса, ылғи да біздің үйде сақтаулы Құнанбай қажының тәсбиғын оң жақ қалтасына салып алып, сөйлеп тұрғанда содан саусақтарын айырмайды екен. Анығырақ айтсақ, әулиенің әруағына сыйынатын болыпты. Сол тәсбиғ қазір мұражайда. Әдебиетші, біздің үйдің жанашыр досы Евгения Васильевна Лизунова қазақ романдары жөнінде докторлық диссертация қорғағанда өзінің ойындағыдай сөйлеп шығуына онша сенімді болмай, қатты қорғалақтады. Мен сол диссертация қорғалатын күні Евгенияға көйлек кигізбей, костюм киініп, оң қалтасына Құнанбай қажының тәсбиғын салып беріп, сенімін бекіткенім бар. Лизунова шынында да диссертациясын сәтті қорғап, ғылым докторы атанды емес пе? Өмірде ойшылдардың өздері де нан алмастай, осындай жаратылыстар бола береді ғой мұзаға, деп еді Ләйла бауырымыз. Соңынан 90-шы жылдарда осы тақырыпқа мен балла да жазып жарияладым.